Саламатсыздар ма, әріптестер? Бүгін мен сіздерге QR код жасау және ол QR кодтармен қалай басқару керек, сол жөнінде көрсететін боламын. Google іздеу жолағына жазсаңыздар болады. Mi QR деп жазсаңыздар, мінекей сол жақта көрсетіп тұрмын логотипін. Осы сервиске басасыздар. Ең алғашқы жұмыстарыңыз тіркеуден басталады. Өзіңіздің электронный почтаңыз арқылы немесе Google аккаунттағы электронный Gmail почтаңыз арқылы тіркелсеңіз болады. Мен тіркелгенмін. Осы Mi QR программасында сервисінде жұмысымды жасаймын. Қазір сіздермен бөлсем, қалай QR код жасаймыз. Олай болатын болса, осы программаға кіріп тіркелесіздер. Сосын мына жерде сіздерге осындай жұмыс парақшасы ашылады. Создать QR деген басасыздар. Осы жерде қарап отырсаңыздар, мінекей мына жерде типтері тұр. QR код жасауға арналған. Осы жерден таңдайсыздар. Енді мен бұл жерде бірнешеуін көрсетейін, қалай QR код жасау керек. Сосын ары қарай өздеріңіз эксперимент жасап көрсеңіздер болады. Мына бірінші тұр ғой, ссылка URL деген. Егер де сіздің жеке сайтыңыз болса, жеке өзіңіздің бір парақшаңыз болатын болса, жұмыс соның сілтемесін әкеп осы жерге қойсаңыздар болады QR код жасау үшін. Енді қазір мен басқаларын бірнеше форматта көрсетейін. Мына жерде PDF форматында құжатты жүктеуіңізге болады. Презентация ретінде жүктесеңіз де болады. Бізге қажетті мұғалімдерге көрсетейін деген. Мына жерде аудио, мысалға бір іс-шараға байланысты бір аудио болатын болса, MP3 форматта, MP4 форматта бір музыкаларыңыз болатын болса, немесе бір сабаққа қатысты бір аудио үнтаспаларыңыз болатын болса, осы жерге жүктеп қойсаңыздар болады, QR менен жинақтап. Немесе текст арқылы беруге болады. Қазір бұны жұмыс барысында енді түсінетін боласыздар. Мінекей PDF форматында біз QR жасап көрейік. Ол үшін басасыз. Загрузите PDF деп тұр ғой. Енді сіз Word-тағы құжатыңызды PDF-қа айналдырасыз. Ол үшін конвертация жасайсыз ғой сіз. Мынау I love PDF деген сервис бар. Осыны Google-дан іздеп жазсаңыздар, тура осылай шығады. Осымен қазір PDF-ке документ айналдырамыз. Ол үшін не істейміз? Ол үшін біз мына жерге барамыз. Все инструменты деп тұр ғой, PDF. Осы жерге барсаңыздар, біз Word-тан PDF-ке айналдырамыз. Word-тан PDF-ке. Осыны басамын. Енді Word-тағы құжатымды алып келем. Мінекей, ол үшін выбрать деп басып, мен оны бір жерге жинағам жаңа. Мінекей, мына тест тұр. Осыны мен қазір PDF-ке айналдырайын. Мінекей, енді конвертация в PDF деген тұр мына жағында, оң жағында, соған басам. Қазір бізде Word PDF-ке айналып жатыр. Мінекей, скачать деп басам. Ол бізге мына загрузки бөлімінде тұр. Қазір басып қарайтын болсақ, міне тұр, біздің жаңа жүктегеніміз. Енді QR-ға барып, загрузите PDF файл деп тұр ғой. Соған барамын да, мен жаңа загрузки бөлімінде тұрған мына тұрған PDF-ті қоям. И мына жерге жазамын. Назовите свой QR. Бұның аты жаңа тест тапсырмалары болған бұның ішінде. Тест тапсырмалар деп жазып, одан кейін скачать деп тұр ғой, мінекей, скачать QR-ды басам. Мінекей, осындай енді әрі қарай жұмыс парағы ашылады. Енді бұл жерден рамкасын таңдауымызға болады. Міне анау QR-ның рамкасын, немесе түсін ауыстыруға болады, логотип қоюға болады. Енді өзіңіздің жеке шаблоныңыз болса, сонда айырбастауға болады мына жерге. Енді қарапайымнан бастайық, түсінік қалыптасу үшін. Мінекей, стандартный рамкалар, міне тұр ғой, міне. Мынаған қойсаңыз, мына үстінен жазуыңызға болады, осы QR не туралы. Немесе мынау астынан шығатын қылып, осылай таңдай аласыз. Мен бұл жерде мына екінші алайын, екінші үлгісін. Осы жерге мына қара тұр ғой, осы қараның өзін түсін өзгерте аласыздар. Осылай өзгертуіңізге де болады, негізі. Оны өзіңіз осылай жасайсыз. Көрдіңіз бе? Енді маған көбінесе мына стандарт қарамен жасаймын мен QR кодтың барлығын. Осылай қалдырам. Енді бұл жерде дополнительный текст деп тұр ғой, осы жерге жазам. Жаңағы тест тапсырмалар деп жазам. Бұл мына жерге шығады. Енді көрдіңіз ба, мына жерде мынау түс қанық көрінбей тұр ғой. Сондықтан мына жерге барып, бұның түсін ақ қылып өзгертемін. Осылай жасауға болады. Мінекей,
осы QR-ды енді скачать деп басасыз. Осыны басқан кезде міне жүктеліп жатыр қазір. Мына жерде тұр. Мынау дайын QR болып саналады осы. QR кодты осы жерге былай сақтап жинап қойсаңыздар да болады. Енді келесі варианты бар тағы да бастаймыз. Создать, главныйға бетіп қойсаңыздар да болады. Қайтадан создать QR. Бұл жерге не бойынша презентацияны жүктеп көрейік. Презентацияны басам, загрузите файл дейді. Бізде дайын lesson study'дің мысалға дайын несі презентациясы. Осыны жүктедім. И мына жерге жазамыз. Не туралы, е? Lesson study курсы. Жазып қойдым. Скачать. Басамыз. Мінекей жүктеліп болды. Біздің QR дайын. Енді ары қарай безендіру жұмысын жасаймыз. Қарапайым стандартный рамкадан екіншісін таңдадым. Бұл жерде мына қара жолақ тұр, осы жерге текст енгізу үшін дополнительный текст деген жерге барып жазамын. Lesson study курсының несі. Немесе осылай жаздық. Енді мынау фиолетовый жазу тұр ғой, міне. Енді осыны ағартамыз. Ол үшін цвет тексті деп тұр ғой. Соған барып регулировка жасаймыз. Мінекей ағарды QR код дайын. Скачатты бассаңыздар, бізге ол мына жерде тұр, дайын тұр. Енді бұны копировать етіп алып, мен бұны мына екінші өзімнің дайындап отырған жұмыс парағыма жинақтап қоямын. Енді келесі нұсқасын тағы бір көрсетіп жіберейін. Бұл жерде тағы да создать QR деп басамыз. Бұл жерде нені қойға болады тағы да? Изображение. Изображениеге барып, дайын суреттерімізді жүктеп қойсақ та болады. Рабочий столға барып, мен мына жерде бір дайын алғашқы суреттер жинаған болатынмын. Мысалға, бірнеше өзімнің алдында бір іс-шараға жасаған жұмыстарым болған. Осыны открыть деп бассам, міне суреттердің барлығы жүктеліп жатыр. Енді бұл не нәрсеге арналған? QR. Бұл хабарландыру болсын. Жеке менің өзім бір хабарландыруға байланысты жасаған суреттерім еді. Осылай жазамын, атын сосын скачать деп басқаннан кейін мына жерде қазір жүктелуде. Енді бұны да осылай екінші формат, немесе бұны басқаша мынандай түрде жоғары жақтан шығатын жасау болады. Мінекей дополнительный текстке барып, мен хабарландыру деп жазамын. Мына QR кодты сырттағы адамдар ашып қараған кезде, ол менде ішіне суреттер шығатын болады. Мінекей скачать. Қазір бізде жүктеліп жатыр. Мінекей осыны копировать етіп алып, мына жердегі парақшама жүктейтін боламын. QR-ды, енді бұның размерін бәрін, көлемін бәрін өздеріңіз сәйкестендіріп аласыздар. Сурет арқылы қалай жасайды, соны көрсеттім. Енді сілтемелер арқылы жұмыс жасайтындар бар, бізге қажетті. Так, мысалға сіздің YouTube арнаңызды жасау керек. Немесе мына текст деген тұр ғой, осыны қарайық. Мына жерге текст жасауыңызға болады, текст енгізуіңізге. Мен оны алдын ала бір каналымды былай жұмыс жасау үшін текст дайындап алдым. Енді мына жерге алдын ала дайындап алған текстті қоямын. Бұл жерде де настройкаларын қарап көрейік. Қандай нелер бар екен. Бұлай жинақтауға болады екен мінекей. Шаштаран қылмас үшін. Енді бұл не нәрсе? Ұстаздарға арналған ресурстар деп. Или ресурстар деп қысқа ғана жазу керек. Ресурстар. Енді бұны не бар мына жерде? Бұл тақтайда мына жерде не бар екен? Тақтада жирный қылып кейбір нелердің шрифтарын өзгертуіңізге де болады. Мына жерде сілтеме қойсаңыз болады. Осы именно каналға баратындай. Так, нумерация қойыңызға болады. Так, қазір айтам. Мына жерде тұр ғой. Insert media. Значит, бұл жерге сіздің YouTube арнаңыздағы бір видеоны ма, бір денені қоюға болады.
Онда былай жасап көрейін. Мінекей осындай видео шығады. Сканировать деп басамыз жаңағы. Бұл жерде де таңдаймыз. Рамки деп осыны өздеріңіз таңдайсыздар. Қажет болса, оны өзгертуіңізге болады өзіңіздің қалауыңызбен. Стандартный рамканы ала берейін. Значит, дополнительный текстке ресурстар деп жазып, сканировать дегенді, скачать деп басам. Мына бізде қазір QR код дайын. Бұл менің YouTube арнамдағы дайын сабақ болған, медиа сабақ. Сондықтан осыны алып осылай жасадым. Байқадыңыздар ма, мен жерде бірден ұмытып кетіппін. Мына жерде текстті аққа ауыстырам деп. Мына жерде қара тұр ғой, соның өзін түсін өзгертуіңізге болады. Оны настройкадан өздеріңіз жасай аласыздар. Мысалы, мынау қап-қара болып тұр ғой, сол жерде түсін ауыстыруға болады. Міне түс ауысып жатыр. Мүмкін сарыға көрейін. Осы сарыға өзгертсеңіздер де болады. Мінекей, өздеріңізде енді осыны эксперимент жасап, пайдалы болса бөлісіп көріңіздер. Баршаңызға рахмет. Ақпарат сіздерге пайдалы болса, лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге Мадина Қуанбекқызы.